Сәлеметсіздер ме, балалар? Природные явления. Название раздела. Бөлімнің атауы табиғи құбылыстар. 33 урок. Изменения погоды дарят нам явления природы. 33 сабақ. Табиғи құбылыстар ауа райын өзгертеді. Первое упражнение. Прочитай информацию и поразмышляй. Рассмотри кластер и назови знакомые тебе явления природы. Запиши, в какое время года они происходят. Кластерді қарап, өзіңе таныс табиғат құбылыстарын ата. Оларды жаз. Жылдың қай мезгілінде болады. Что такое явление природы? Это изменения, которые происходят в природе без участия человека. Явление природы – табиғат құбылыстары. Бұл адамның қатысынсыз табиғатта болатын өзгерістер. Мына кластерде қандай табиғат құбылыстарын көріп тұрмыз? Солнце, күн, ашық күн. Ветер, жел. Гроза, нөсерлі жаңбыр. Переменная облачность. Бірде бұлтты, бірде күн ашық. Қар, снег, дождь, жаңбыр. И после дождя появляется на небе радуга. Дождь с радугой. Кемпір-қосақ. Жаңбырдан кейінгі кемпір-қосақ. Во втором упражнении рассмотри картинки и прочитай тексты и соотнеси их. Екінші жаттығуда суреттерді қарап, және оны мәтіндермен сәйкестендір. Первое. Это природное явление происходит только летом. Бұл табиғат құбылысы тек жазда ғана болады. Во время грозы нужно выключать все электропереборы. Нөсер жаңбыр кезінде барлық электроқұрылғыларды суырып тастау керек. Нельзя звонить по мобильному телефону. Мобильді телефонды қолданбау керек. Бұл қай суретке сәйкес келеді? Гроза, нөсер жаңбыр. Конечно же, этот текст соответствует второй картинке. Екінші суретке сәйкес келеді. Во второй картинке изображена гроза. Второй. В ясную морозную ночь на севере на небе появляются огромные сияющие разноцветные полосы. Это северное сияние. Ашық, аязды күні солтүстікте, аспанда үлкен жарқыраған түрлі түсті сызықтар пайда болады. Бұл солтүстік жарқырау. Это соответствует какой картинке, как вы думаете? Конечно же, первой картинке. На первой картинке изображено северное сияние, да? Это разноцветные полосы. Бұл мәтін, екінші мәтін бірінші суретке сәйкес келеді. Третий текст. После грозы можно наблюдать радугу, разноцветную сияющую дугу. Нөсер жаңбырдан кейін кемпір-қосақ пайда болады. Ол түрлі түсті доға. Только с самолета можно увидеть полный круг радуги. Тек ұшақтан ғана кемпір-қосақты толық көруге болады. Конечно же, этот текст соответствует четвертой картинке. То есть, үшінші мәтін төртінші суретке сәйкес келеді. Бұл кемпір-қосақ туралы. Четвертое. Это явление происходит весной, когда тает снег и начинается движение льда. Бұл құбылыс көктемде, қар еріп, мұз жүргенде, сең жүргенде болады. Бұл уақытта ойнау және мұзда сырғанау өте қауіпті. Это ледоход. В это время опасно играть и кататься на льдинах. Это ледоход. Бұл сең жүруі. Этот текст соответствует третьей картинке. Ледоход на третьей картинке изображен. Мұз жүруі, сең жүруі бұл үшінші картинкада. Выпиши в тетрадь названия этих природных явлений, поставь правильно ударение, запомни их правописание.
Значит, гроза, северное сияние, радуга, ледоход. В третьем упражнении прочитай предложение, вставь подходящие по смыслу слова. Зимой холодно, а летом жарко. Қыста суық, ал жазда ыстық. Біз бұл жаттығуда көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жатырмыз. Декабрь – первый месяц зимы, а март – первый месяц весны. Зимой идет снег, а летом идет дождь. Выпиши третье предложение, составь к нему схему. Үшінші сөйлемді дәптерге жазып, сол сөйлемнің тірек сызбасын жаса. Четвертое упражнение. Сравни и сделай вывод. Здесь два примера. В первом примере два простых предложения. Зимой идет снег, летом идет дождь. Во втором примере зимой идет снег, а летом идет дождь. Біз осы берілген екі мысалды бір-бірімен салыстыруымыз керек. Бірінші мысалда неше сөйлем? Екі сөйлем. Екінші мысалда бір сөйлем, бірақ бұл құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем дегеніміз бірінші мысалдағы екі жай сөйлемді шылау арқылы байланыстырып тұрмыз. Зимой идет снег, а летом идет дождь. О чем говорится в предложениях? Қыста қар жауады, ал жазда жаңбыр жауады. Сколько информации в каждом предложении? Как называются такие предложения? Әр сөйлемде қанша мәлімет берілген? Бұндай сөйлемдер қалай аталады? Простое предложение в первом примере. Бірінші мысалда жай сөйлем, екі жай сөйлем берілген. Ал екінші мысалда сол екі жай сөйлемді шылау арқылы байланыстырып, күрделі сөйлем, құрмалас сөйлем жасаған. Это сложное предложение. Вот обрати внимание на схемы предложений. Сөйлемдердің тірек сызбасына назар сал. Бірінші мысалда бірінші сөйлем біткеннен соң нүкте, екінші сөйлем нүкте. Ал екінші мысалда екі жай сөйлемнің арасына үтірмен бөлініп екі жай сөйлем, және олар шылаумен байланыстырып тұр. Во втором примере два простых предложения объединяются при помощи союза «а» и разделяются при помощи запятой. Чем отличается сложное предложение от простого? Жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің қандай айырмашылығы бар? Простые предложения преобразуй в сложные, используя по смыслу союзы и «а-но». Бесінші жаттығуда жай сөйлемдерді и «а-но» шылауларын пайдалана отырып, мағынасы бойынша келетінін алып, құрмалас сөйлем жасау керек. Например, идет дождь, светит солнце. До свидания, ребята, до следующих встреч.